Бәрге сәлем достар, сіздермен бірге мен Айшуақ Сетіғапар, және де менің қасымда менің қарындасым Еркеназ. Сәлемдер. Және де менің інім Бекас. Сәлемдер. Достар, бүгінгі видеоның тақырыбы 24 сағат бір түс челлендж деп аталатын болады. Яғни ол түстерді біз ойдан таңдамаймыз, оны мынандай контейнердің ішіндегі түстерден таңдайтын боламыз. Бізде осындай контейнер бар, және де оның ішінде өте көп түстер бар. Әркім өз-өзіне таңдайды, және түскен тағамға 24 сағат бойы тамақ жейтін болады. Енді бірінші араластырып көрейік. Бұны әркім өз-өзіне былай рандомно таңдайтын болады. Бұны ішінде қандай түс бар екенін Еркеназ ғана біледі, себебі осы түстерді өзі жазды. Мен мынаны таңдаймын. Бұны бір-бірімізден тығудың қажеті жоқ. Бәрібір соны көретін түс. Жасыл, Сары. қызыл, сары. Сарыға не бар? Оранжевый. Сарыға. Оны біз, қазір магазинде көретін боламыз. Ал біз достар, біздер дейтін қазір енді қалаға бармаймыз, өйткені супермаркетке бармаймыз, өйткені себебі қалада карантин болғандықтан біз осы үйдің маңындағы магазинге бара саламыз. Тағы да привет деп жатыр сіздерге. Басқа сөз білмейді ғой енді, қайтесіздер? Ал енді біз магазинде түсіруге рұқсат бере ма бермей ма оны білмейміз. Маған сары түсті, Еркеназға жасыл, ал ініме оранжевый түсті ма? Оранжевый түсті ол. Інім үйде қалды, себебі далада карантин болғандықтан ол екеуміз ғана шықтық. Ол өзінің заказын алып алды. Ал біз магазинге қарай кеттік. Енді біздер осындай заттар алдық. Мына мен алған круассан көк түсті деп ойлап атсаңыздар, бұның сырты көк болғанмен іші сары. Енді осы заттармен біз ровно 24 сағат ұстатуымыз керек. Қазір сағат 4-тен 41 кетті. Енді ертең сағат 4-тен 40-қа шейін осы заттарды ұстатамыз деген ойдамыз. Ал челленджіміз басталды. Короче, мен қарным аша бастады. Қазір сағатты көрейік. Сағат 6-тан 26 кетті. Міне. 6-тан 26 кетті. Енді мен өзімнің бағанағы круассанымдан жейтін боламын. Алдым. Бұл бағаны аштым. Бір-екеуін жеп алдым. Дәмін көрмейді. Енді осыны қазір телефон көріп жейтін боламын. Телефонның ішінде мынандай круассан сары енді. Көрейік. Сіздер де егер де осы видеоны көріп отырғанда тамақ жесеңіздер, ас сіздерге ас болсын деп айтайын, ал мен бұны жейтін боламын. Біздің қарнымыз ашқандықтан біз өзіміздің чипстерімізді жеңдеп жатырмыз. Қазір ашып жейтін боламыз. Кімде-кім тамақ жеп отыр, ас болсын. Мен де қарным ашып кетті, сөйтіп өзімнің чипсімді жеңдеп жатырмын. Тым қамаған, бәрін жеп болған бағана. Ішінде азақ қалған. Мынау енді ашты. Мен өзімнің круассанымды жеп болдым. Енді мыналарды жеп отыр. Короче, бұлары жеп болсын, сол кезде кездескен боламыз.
Достар, міне мен бағанағы видеоның басында түскен Айсұлтан деген інімнің қасына келдім. Бұл мистер Бин көріп отыр екен. Осымен бірге мистер Бин көремін деп шештім. Өзіммен бірге мына суымды алып алдым. Мистер Бин көрді. Мына жарты бағана круассан жеп отқанда ішіп ағамын. Енді қазір осы мистер Бин көріп ішем ба деп ойлап тұрмын. Осы заттарды біз ертең сағат қанша 4-тен 40-қа шейін шыдатуымыз керек қателеспесем. Енді отырмыз енді карантиннен не істерімізді білмей ішіп кетті. Кімнің іші пісті карантинде отырып комментарийға жазамыз. Сен ішің пісті ма? О, Бегасыл келді қасымызға. Че там? Кімнің іші пісті комментарийға жазамыз. Мен мысалы ішім пісті менің. Зато осындай не көріп отырып. Мен енді қалған заттарына кешке істейтін жермен круассан таусылды енді. Ішінде 10 штука болады екен таусылсан. Енді қалған заттарды кешке ашатын боламын. Кешке ашатын шығармын деп ойлаймын. Я соны айтам. Кешкі сағат 7-8-дерде ашатын шығармын деп ойлаймын. Енді әзірге мен уақытша тойып тұрмын мен. Жүрек жалғап алдым бағана қанша деген. Короче, кешке кездесеміз. Короче, мен өзімнің кешке қарай сары алмамды жейтін боламын. Менде қазір лейспен бір Биг Бон қалды. Соларды мен ертең жейтін боламын. И көремін лейспта. Бірақ Биг Бонды ертең жейтін. Қазір алмамды. Амамды біттім. Енді бүгінге болды, лойс ашпай келмей, оны ертең санжам. Ал енді Короче, Бегас мынандай өзінің бондиін жейінде отыр. Достар, қазір бізде түн болып қалды, біз осындай мармеладты жейтін боламыз. Я сағат деген көрейік. 21:10 болыпты. Же онда. Ас болсын. Ас. Же вот мармеладын. Ішін бір көрейік мармеладын. Қайқа кеттім? Оке. Ішінде аз болу керек бұл. Өйткені кішкентай, я. Аш ішін. Штатив. Вот, короче, іші осындай. Барлықтарыңызға сәлем. Қайырлы таң. Мен қазір тұрып, жуынып, шайынып енді сары боғынан киімнен лейсімді ашпақшымын.
достар, компьютер көріп жемекші болмасынан ыдысқа салып алдым. Ал енді осыны ашайын. Ашып болайын бір сол кезде қосамын. Міне чипсинді алып салып алдым. Мен қазір не көретінімді көрейік, таңдайық. Не көрсек болады. Не көрсек болады? Айтыңыздар. Комментарияға жазып кетіңіздер. Келесіне мүмкін көріп қалам. Или көрмеймін. Короче, қазір бір видео таңдайын. Сол кезде соны көргенде. Достар, мен Человек-паук через вселенную көріп отырмын. Бұрын көрген просто. Қайталап тағы көріп отырмын. Өзіме ұнайды осы. Көрмесеңіздер, осыны көруге кеңес берем. Күшті кино деп мультик. Не прошло и полгода. В тебе есть какая-то искра, это потрясающе. И тебя с ней всегда ждет успех. В нашей семье убегать не принято. Ты лучше нас всех, Майлз. Короче, достар, түк қалдырмай жеп қойдым. Өзім затында. Болып көріп отырық әлі. Внимание! Запрещены рез квантовой полярности. Будем прощаться? Что ж, приятно знать, что мы не одни. Правда? Да. Я открыл портал. Пенни, ты первая. Спасибо, Майлз. От нас обоих. Я очень ценю вашу дружбу. Прихвачу этот загадочный кубик. Я его пока не понимаю, но скоро пойму. Прими мой подарочек. Он влезает в карман. Ну вот и все, ребятки. У него есть права на эту фразу? Мне все же нравится твоя стрижка. Я ведь старше тебя на 15 месяцев. А для меня это тоже важно. Но Эйнштейн сказал, что все относительно, верно? Так и есть. Короче, менде қазір осы чипсым тауыстадым. Друзья? Чипсым тапсым. Тауыстым. Енді менде бір Биг Бон ғана қалды. Оны мен енді әбетте ішетін боламын. Бізде дейтін сағат қазір 2-ден 2 кетті. 2-ден 2 кетті. Енді біз өзіміздің алған, мен екеуміз оранжевый мен сары болғандықтан біз Биг Бон алдық, ал қарындасым өзінікі жасыл болғандықтан мынандай роллтын алды. Енді осыны жейтін боламыз. Біз бағана дайындадық, дайын шығар деп ойлаймыз. Мына дайын. Бұны іше берсек болады енді. Қазір сағат 2 болса, бізде әлі осыны тауысқаннан кейін әлі тағы бір 2,5 сағатымыздай бар, енді соны күтеміз. Кім бізбен бірге тамақ ішіп отырса, біз болсын. Қарнымыз ашып кетті негізі. Біз азанда еркен аз өзінің алмасын жеп алды. Мен өзімнің, сіздер білетіндей бағана Человек-паук көріп лейсін жеп алдым, ал Бегасыл тик-такпен өзінің сәбізін жеп алды. Біз енді әлбетте қарнымыз ашып енді осыны жеп отырмыз. Кімге Биг Бон ұнайды, лайк басып кетіңіздер. Короче, қазір біз
осы бигбонды тауысып алғаннан кейін қайтадан кездесесіздер. Біз тамақтарымызды ішіп болдық. Міне бәрін тауысып қойдық. Ішемізді. Біз енді қазір сағат 2-ден 23 кетті. Біз енді 4-тен 40 кеткенге шейін күтетін боламыз. Себебі кеше біздің челленджіміз 4-тен 40 кеткенде басталған болатын. Енді сол уақытқа шейін күтетін боламыз. Достар, біздің бүгінгі челленджіміз бітті. Міне сағат 16:41, яғни 4-тен 41 кетті. Біз видеомызды аяқтаймыз, өйткені кеше примерно осындай 40 кеткенде бастадық 4-тен. Енді мен 24 сағатында сары түспен, егені жасыл түспен, ал Бигасыл оранжевый түспен өткізді. Енді біздің видеомыз аяқталды. Сіздерге рахмет осы видеоны көргендеріңізге. Және де сіздерден сұрарым, каналға подписаться деген қызыл кнопканы басып, колокольчик басып, және де осы видеоға лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.